Шалбарымыздың размерін білу үшін белімізді айналдырып өлшеп, шыққан өлшемді 2/54-ке бөлеміз. Не себептен 2/54? Себебі халықаралық стандарт бойынша шалбардың размері дюйммен өлшенеді. 1 дюйм 2/54 сантиметр. Ең бастысы өзіміздің белімізді өлшеуіміз керек. Шалбар тұратын жерде емес, мына жерде емес, өзіміздің белімізді өлшеуіміз керек. Көптеген джинсыларда осындай белгілер тұрады. Бұл жерде W дегеніңіз беліңіздің айналымы, L деген балақтың ұзындығын білдіреді. Екеуі де дюйммен берілген. Бұл ерлер мен әйелдерге бірдей арналған таблица. Яғни біздің стандарттық размерімізден алтын алып тастағанда түркиялық, 8-ді алып тастағанда европалық шалбарыңыздың өлшемі шығады. Ал біздің стандарт бойынша барлық киім тек кеудені айналдырып өлшеп, оны 2-ге бөлгендегіге тең. Ол туралы алдыңғы видеода көрсеткенмін. Мысалыға двойка сатып алсаңыз, костюмның размері 50 болса, шалбары да 50 болады. Қытайлық өлшем форматында 3 негізгі элемент көрсетіледі. 155 бойдың ұзындығы, белдің айналымы 60 см, А деген қалыпты пропорциядағы дене, В деп тұрса толық, С деп тұрса өте толық адамға арналған шалбар дегенді білдіреді. Кейбір қытайлық шалбарлар әріптермен белгіленеді. Әдетте шалбарларымыздың белі тура белде тұрмайды. Белден сәл төмен немесе одан да төмен тұрады. Себебі белде тұрған жағдайда ол өте дискомфорт тудырады. Яғни белі жоғары тұрса да, төмен тұрса да, ол шалбардың балағының ұзындығына ешқандай әсер етпейді. Сондықтан да шалбардың балағының ұзындығы деген сыртқы тігіспен емес, ішкі тігіспен өлшенеді. Мына тігіспен. Мысалыға, мына екі шалбардың белінің биіктігінде 6-7 см айырмашылығы болғанымен киген кезде екеуі бірдей болып тұрады. Ол туралы өте жақсы видео шығардым, оны көрсеңіздер өз шалбарыңызды тұп-тура етіп қысқартып алуды үйренесіздер. Жалпы кез келген киімді алған кезімізде бойымыздың ұзындығы өте маңызды. Мысалыға, бойыңыз 1,5 метр бола тұра бойы 1,80-ге арналған шалбарды алып қойсаңыз, оның белі сізге тура келгеніменен АО қалтасы және бөксесінің линиясы төменге түсіп кетеді. Сондықтан да онлайн заказда өз размеріңізбен бірге бойыңызды да айтуды ұмытпаңыз.